Ассалаумағалейкум достар. Бір жаман тұмау тиіп ауырып қалғаныма байланысты видео өте кеш шығып жатқаны үшін кешірім сұраймын. Джин көзін өткен уақытқа бұрып Рэндонға бетпе-бет қарады. Оның қабілетін ашық түрде қорлап, "Сен енді жұмыстан босатылдың, енді жай ғана кет" деп суық айтты. Рэндон бірден қарсы шығып, келісімшарттың мерзімі әлі бітпегенін айтып дауласқанымен, жұмыс беруші өзі жұмыстан шығарған соң талқылайтын ештеңе қалмаған еді. Шынында Джин ол сұмды дәл сол жерде ұрып жібергісі келді. Бірақ қазіргі күшіне толық сенімді болмағандықтан өзін әрең ұстап қалды. Ал Рэндон болса, дәл қазір оның жұмыстан кетуіне мүлдем болмайтынын білді. Себебі негізгі мақсаты әлі орындалмаған еді. Ол жайлап жақындап көндіруге тырысты. Дәл сол сәтте Джинге жүйеден тапсырма берілді. Тапсырма Рэндонмен жекпе-жекке шығу және оны жеңу. Бұл тапсырма Джинді қатты таңғалдырды. Дәл сол мезетте Эвелин пайда болып, жағдайды өзгертіп жіберді. "Мұны Рагнер тәсілімен шешейік. Күштісі жеңеді. Сотпен даудамайдың қажеті жоқ. Жай ғана семсермен жекпе-жек. Жеңген адам бәрін шешеді" деді ол. Бұл сөзді естіген Рэндон мүмкіндікті бірден пайдаланып, "Вау, керемет идея" деп бірден келісті. Джин біразға дейін күмәнданды, себебі өзінің әлі дайын емес екенін жақсы білетін. Бірақ жағдай оны қыспаққа алды. Ол Рэндонмен бетпе-бет келді. Көрермендер әлде қашан сыбырласа бастаған еді. "Мынау семсерді де дұрыс ұстай алмайды ғой. Бүгін мүгедек болып қалатын шығар. Орта деңгейлі семсершіні жеңу бұған мүмкін емес" деген сияқты сөздерді көрермендер шулап айтысып жатты. Біреулер тіпті Джинге қарап, "Сен қазір кешірім сұрай сал" деп жатты. Сол сәтте өзіне қатты сеніп кеткен Рэндон Джинге қарап, "Қазір менен кешірім сұрасаң, бәрін түк болмағандай кешіре салайын. Барлығын басынан бастайық" деді. "Ар намыс үшін өміріңді бәске тікпе" деді ол. Бірақ Джин берілмей, суық көзқараспен, "Кешірім сұрау керек адам сен ғана" деп қатаң айтты. "Егер нағыз семсершіні көріп, бұл жерде жан тапсырғың келмесе, үнсіз ғана кет" деді ол Рэндонға. Рэндон күлімсіреп, бұл жекпе-жек әлде қашан өз қолында деп ойлады. Іштей бұл мүмкіндікті пайдаланып, Джинді жазатайым өлтіріп алған сияқты етіп өлтіріп тастау оның басты жоспары еді. Жекпе-жек басталды. Рэндон әдейі менсінбей қарап, "Ұстаз ретінде бірінші соққыны мен жасайын" деді де Джинге қарай соққыны жасай бастады. Джин семсерді көтерді. Бірден шабуылға шыққан Рэндон Джин семсерін көтеріп бірден шабуылға шықты. Көрермендер шокқа түсіп қалды. Бұл ақымақ тіпті қалай шабуыл жасау керек екенін де білмейтіндей көрінеді. Бірақ соған қарамастан бірнеше жылдам соққы жасады. Рэндон оларды әрең дегенде қорғап қалды. Ал әлгі кәрі сұм өз шабуылын одан әрі күшейтіп, Джинді қыса бастады. Іштей ол әлдеқашан жеңісін көріп тұрған еді. Өйткені Джин тіпті төмен деңгейлі семсерші де емес, жай ғана шәкірт еді. Аздап жақсарған шығар, бірақ бұл жекпе-жекте жетпейді деп толық сенімді болды. Егер Джин кем дегенде солтүстіктегі 4 жыртқыштың деңгейінде болса, басқа әңгіме. Рагнердің күші оны ешқашан жеңе алмайды дейді ойлады ол. Бірнеше күн бұрынғы естелікке келейік. Джин Эвелиннен сұрады, "Сен неге оны ашуландырдың?" Эвелин сабырмен жауап берді. "Саған көмектесу үшін. Егер Рэндонды жойғың келсе, жай ғана жұмыстан шығару мәселені шешпейді. Оның артында біреу бар екеніне сенімді болдым." Джин таңғалып қалды. "Оны қалай білдің?" деп сұрады. Эвелин болса, "Мен оны артынан аңдып жүрдім, және оның саған үйреткен семсер тәсілдері тым күмәнді болды. Нәтижесінде барлық із Камелин сарайына апарады" деді. Джин ашуланды, бірақ өзін ұстап, "Сен шынымен де көп нәрсені біліпсің" деді. "Дұрыс, қазіргі күшіммен мен оны жеңе алмаймын. Енді не істеймін?" деп сұрады ол. Эвелин бірден, "Сен жеңе аласың, өзіңді төмен бағалауыңды доғар" деп кеңес берді. Қайтадан жекпе-жек майданына оралсақ, Рэндон қайта шабуылдай берді. Бірақ Джин бәрін өте оңай қайтара бастады. Бұл Рэндонның зәре-құтын ұшырып таңғалдырды. Бұл бұрынғы Джин емес қой деп ойлады ол ішінен. Ағымы толық өзгерді. Енді Рэндонның өзі қысымға түсе бастады. Көрермендердің өзі жеңілістің иісін сезе бастаған болатын. Тіпті кейбірі қорыққаннан денелері тітіркеніп, дірілдеп тұрды. Осы уақытта Эвелин жекпе-жекті бақылап, іштей қатты мақтаныш сезімі денесін кернеп тұрған еді. Себебі соңғы 7 күнде ол Джинді өзі жасырын түрде дайындаған еді. Тіпті қажет болса деп тыйым салынған әдістерді де қолданған болатын. Рэндон сияқты арамза адамға ұстаз болуға мүлдем болмайтын еді. Сондықтан мұндай жағдайда бұл ең дұрыс шешім болатын. Осының бәрін ойлап Эвелин ішінен жымиып, "Мен өз міндетімді дұрыс орындадым" деп түйді. Бірақ бір сұрақ әлі де жауапсыз қалған еді. Одан Джин, "Сен неге маған бұлай көмектесіп жатырсың?" деп сұраған болатын. Эвелин сәл ойланып, "Бір жағынан бұрын болған оқиғаларға байланысты. Сонымен қатар, саған бір адам қатты қызығып жатыр. Ол арында адамдарды жинағанды ұнататын жан" деп жауап берді. Жекпе-жек шырқау шегіне жетті. Рэндон барған сайын ашулана түсті. "Бұл сұм әдейі әлсіз болып көрініп жүрме" деп ойлап үлгергенше Джин кенет сұрақ қойды. "Сенің артыңда кім тұр?" Рэндон қатты ашуланып, "Не айтып тұрсың?" деп ақырды. Джин оған суық қарап, "Сен маған әдейі қоқыс тәсілдері үйреттің, солай ма? Мен оны баяғыдан-ақ білгенмін" деді. Сол сәтте ол бірден алға ұмтылып, қарсыласының қорғанысын тас-талқан етіп бұзып өтті.
Рэндон бір сәтке тұтығып шошып қалды. Байқамай өз кінәсін әшкерлеп те қойған еді. Джин жымиды. Келесі сәтте оның семсері жарқ ете қалды. Рэндонның қолы бір ақ соққымен шауып түсірді. Кесілген қол ауада айналып барып жерге түскенде көрермендер шокқа түсе бастады. Рэндон жан даусы шыға айқайлап, ауырсынудан қарғыс жаудырды. Джин болса асықпай жақындап келе жатып, алғаш рет өзінің шынымен күшейгенін сезінді. Сол сәтте ол өткен өміріндегі ауыр естеліктерді есіне түсіріп, бәріне сен кінәлісің. Сен әлсіз болғандықтан отбасың осылай қырылды деген сөздер есіне түсе бастады. Енді сол кездерді есіне қайтаратын уақыт келген еді. Ең әлсіздер жойылады. Рагнердің заңы күштілер ғана тірі қалады. Сен сияқты әлсіздерге бұл жерде орын жоқ, деді Джин. Сол сәтте ол соңғы соққысын жасады. Семсер төмен түсті, Рэндонның басы жерге домалап кетті. Қан шашырап, бәрі аяқталды. Сол мезетте жүйе қайта пайда болды. Үшінші тапсырма сәтті орындалды. Тіпті тапсырмадан асып түстіңіз, қосымша сыйақы беріледі деп жазу шықты. Жүйе сұрады, сыйлығыңызды қазір аласыз ба? Джиннің жауабы анық еді. Әрине. Жекпе-жек аяқталған сәтте көрермендердің арасында өлі тыныштық орнады. Бәрібір мезетте демдерін ішіне тартып қатып қалды. Аз ғана уақыт бұрын мазақ еткен, қоқыс деп қараған, енді ғана үйреніп жүрген шәкірт орта деңгейлі ұстазды хайуанша өлтіріп тастағанын көру, бұл адам сенгісіз көрініс еді. Бұл сәтте көрермендердің санасына мәңгілікке қорқыныш болып сіңіп қалды. Осы сәттегі Джиннің ішкі сезімі сыртқы жеңісінен мүлдем керісінше болды. Мен шынымен осындай әлсіз біреу болғаным ба? Өткен өмірімде осындай деңгейдегі адамдардан жеңіліп қор болып жүрдім бе деп ойлаған сайын ол өзінен ұялғандай болды. Бірақ бұл жолы бәрі өзгеше. Бұл бұрынғы Джин емес. Дәл сол сәтте оның көз алдында жүйе терезесі жарқ ете қалды. Жаңа сыйлықтар, бақылау қабілеті ашылды. Бір жыл бойы жиналған сиқыр күші берілді. Бірақ Джин осының бәрін толық түсініп үлгермей жатып, аспаннан бір нәрсе метеор сияқты құлады. Жер сілкініп дірілдеп кеткендей болды. Айналадағы адамдар зәре құты қалмай қорықты. Күшті аураны бәрі бірден сезген еді. Сол адам жерге түсе сала жымиып, бірден Джиннің атын атап айқайлады. Бұл қарапайым адам емес еді. Ақ сауыт киген, айдаһарға мінген аңыз қолбасшы, шын айдаһар қолбасшысы деген атпен танымал Джули Ректор болатын. Джиннің жүрегі қатты соға бастады. Демек, ол мені бұрыннан бақылап жүрген деген ой келді. Маңдайынан суық тер шықты. Көрермендер де шулай бастады. Тіпті кейбірі есінен танып қала жаздады. Мұндай аңыз толғаның мұнда келуі ешкімге түсініксіз еді. Джули жай ғана тыныс алып, Джиннің иығынан қақты. Оның жай ғана қағуының өзінде таудай күш сезілетін. Сенде қызық талант бар екен, деді ол күлімсіреп. Ол Джиннің өз ұстазын өлтіргенін сынға алғандай болды да кенет күліп жіберді. Бірақ ол сын бәрібір өлуі керек еді. Сосын кенет күтпеген ұсыныс жасады. Сен ақ сауытты айдаһар атты әскеріме қосылғың келе ме, деді. Сол сәтте бәрінің жақтары түсіп кете жаздады. Өйткені бұл әлем тарихында тіпті ресми рәсімнен өтпеген, жай ғана шәкірттің тікелей элиталық әскерлерге шақырылуы ешқашан болмаған оқиға еді. Бірақ одан да сорақысы келесі сәтте болды. Джин еш ойланбастан жоқ деп жауап берді. Бір сәтте бүкіл зал тып-тыныш болды. Тіпті Джулидің өзі таңғалып, құлағына сенбегендей түртантты. Миллиондаған адамның арманы болған мүмкіндікті мына бала осылай оңай ғана тәрк етті. Бірақ Джиннің ойы басқа еді. Өткен өмірінде ол мұндай мүмкіндікті армандаған болар. Бірақ қазір ол бұдан да алысқа, биік шыңдарға қарайды. Ол ерте шектелгісі келмейді. Ол өз жолын өзі жасағысы келеді. Осы оқиғадан кейін бұл жаңалық желдей тарады. Джин өз ұстазын өлтірді. Джин тіпті Джулидің ұсынысынан бас тартты. Бұл бүкіл рулар арасындағы басты тақырыпқа айналды. Біреулер оны кішіпейіл деп санаса, басқалары тым тәкаппар деп ойлады. Кейін оқиға Камил сарайына ауысты. Рэндонның өліміне ашуланған Тендер орнында отыра алмай булығып отырады. Ол оның жанында тұрған көк айдаһар Эдроубон сабырлы түрде. Ол онсыз да пайдасыз адам еді, деді. Бірақ Тендер үшін бұл мәселе мүлде басқа нәрсе еді. Ол қатты ашуланып, Джулидің назары басқа жаққа ауып, Эвелиннің Джинді ашық қолдай бастауы жағдайды күтпеген бағытқа бұрды деп айқайлады. Бұл жаулардың жоспарына үлкен қауіп төндіре бастады. Олардың негізгі мақсаты Ай сарайын басып алу. Ол үшін Джинді барынша әлсіз күйде ұстап тұру еді. Бірақ қазір бәрі өзгеріп барады. Дәл сол сәтте Аксим кіріп келіп, мысқылдай жымиды. Тым қатты уайымдап жатырсыңдар. Мен өзім аздап ойнап берейін, деді. Оның көзінде қауіпті әрі сұмдық жоспар әлде қашан дайын тұрған еді. Уақыт өтіп, біз қайтадан жаттығу алаңына ораламыз. Эвелин Джиннің жетістігіне мақтап, оның нағыз ұстаздан үйренудің қандай екенін түсінгенін мойындады. Дәл осы сәтте Джин алғаш рет жүйеден алған жаңа қабілетін қолданды. Ол Эвелин туралы барлық ақпаратты оқи бастады. Оның күш деңгейі, қабілеттері, тіпті ішкі сезімдеріне дейін оқи алды. Джин Эвелиннің өзін шынымен құрметтейтінін және оны баяғыдан бері бақылап жүргенін сезді. Сонымен қатар, оның ақ сауытты атты әскердің 20 сарбазын да қадағалап жүргенін байқады. Бұл қабілеттің қаншалықты құнды екенін Джин енді анық түсінген еді.
Дәл осы кезде алаңда жаңа адам пайда болды. Ол өзін Си Билнер деп таныстырып, алдыңғы сынақ аймағынан келгенін айтты. Джин оған қарағанда оның ішінде тек бір ғана ниет бар екенін көрді. Ол жекпе-жек. Бұл Джинді сәл алаңдатқанымен Си Билнер ашық сөйледі. Бұрын мен де сені қоқыс деп ойлайтынмын, бірақ қазір сен менің үлгі тұтар адамымсың. Ол Джиннің толассыз еңбегін, ғажайып дамуын және Рэндонды жеңген сәтін өз көзімен көрген еді. Мен тек бір нәрсені қалаймын, сенімен тағы да жекпе-жекке шығу. Осы сөздерді естігенде Джин алғаш рет бір нәрсені анық түсінді. Ол енді жай ғана қорланатын әлсіз бала емес, ол адамдардың назарын аударып, құрмет пен қорқыныш тудыра бастаған тұлға. Бұрын өзін менсінбегендердің көзінде ол әлдеқашан басқа адамға айналған еді. Бұл сезім оғаш еді. Өйткені Си Билнердің ішкі дүниесінде ешқандай арам пиғылы жоқ, тек шынайы құрмет, таңданыс пен табыну сезімі тұрды. Бұл Джинді таң қалдырды. Ол ешқашан біреудің үлгі тұтар адамы болып көрмеген еді. Ал қазір бұрын оны Рагнердің ең ақымағы деп мазақтағандардың арасында оған еліктейтін адамдар шыға бастады. Си Билнер сөзін жалғастырып, ол да бұрын сынақ аймағының қоқысы атанып, өзіне сенімсіз болған. Бірақ күн сайын ең бірінші болып келіп, бәрінен қатты жаттығатын Джиннің бейнесі және оның жеңісі Билнердің жүрегінде терең із қалдырған болатын. Сол күннен бастап Джин оның көзінде жай адам болудан қалған еді. Джин ұстазы Эвлинге қарап, жекпе-жекке рұқсат беріңіз деді. Жаңа ұстазы қуана келісіп, оның өз қабілетін толық көрсетуге шақырды. Джин құрмет көрсетіп, ресми түрде өзін таныстырды. Си Билнер де сап түзеп, оның оңтүстік бақылау әскерінің шәкірті Сильби Кура әулетінің жылдам семсер өнерін мұра еткенмін деп өзін таныстырып, айқасқа дайындалды. Жекпе-жек басталған сәтте Си Билнер есінен адасқандай жерден серпіліп, бірден шабуылға шықты. Джин алғашқы соққыны байсалдылықпен тоқтатып, қарымта шабуыл жасағанда екі семсер соқтығысып, айналаға ұшқындар шашырады. Бұрын сынақ аймағының қоқысы деп аталған бұл жігіт шын мәнінде өте жылдам, өзіне сенімді, мықты қарсылас еді. Бір ғана қақтығыстың өзінен ақ Си Билнердің шынайы қабілеті байқалды. Джин іштей таң қалды. Осындай деңгейдегі адамды қалайша қоқыс деп атаған деп ойлады ол. Өйткені өткен өмірінде ол мұндай қарсыласқа тап болса, бірнеше секундқа да шыдамас еді. Бірақ қазір бәрі өзгерген. Джин бірден қарқынды арттырып, күшті соққымен Билнерді ауаға ұшырып жіберді. Соққының жойқындығы сондай, оның қаруы қолынан ұшып кетті. Қазіргі Джин үшін бұл баланың ойынындай ғана көрінеді. Билнер жаттығу алаңының қоршауына дейін ұшып түсті. Бақытына орай ауыр жарақат алмады. Ол орнынан тұрып, жеңілгенін бірден мойындады. Сенің семсер шеберлігің шынымен жоғары екен. Джин де ешқандай тәкаппарлық көрсетпей, құрметпен жауап берді. Осыдан кейін Джин сәл шетке шығып, өз ойымен тұрды. Сол сәтте оның ойына қызық бір идея келді. Өзіме өзім бақылау қабілетін қолдана аламын ба деген. Ол қабілетті іске қосқанда шынымен жұмыс істеді. Өзінің сипаттамалары көз алдына ашылды. Қабілеттері: бақылау, ойыншы, драгер. Деңгейі: бірінші деңгейлі семсерші. Сиқыр күші 190. Бұл өте жоғары, қалыптан тыс көрсеткіш болатын. Бұл үлкен артықшылық еді. Сонымен қатар ол тапсырмаларды жалғастырса тағы да 4 жаңа қабілетті ашуға болатынын түсінді. Бірақ оның көңіліне бір нәрсе күлгін ұялатты. Сәттілік көрсеткіші -49. Бұл тіпті көрсеткіш емес, нағыз қарғыс сияқты көрінді. Мүмкін өткен өміріндегі барлық сәтсіздіктер де осыған байланысты болған шығар. Сондықтан ол сәттілігін тез арада көтерудің жолын табу керек деп шешті. Ол өз ойымен тұрған кезде айналасында жастар жиналып қалғанын байқамады. Рэндонды жеңіп, атақты қолбасшының назарын аударған осындай жағдайға әкелді. Драгер руында күшке табынатындықтан адамдар екіге бөлінді: қызығатындар мен табынатындар. Мұнда жиналғандар екінші топ еді. Олар Джин туралы аңыз таралатынын түсініп, құрмет көрсетуге келген. Топтың ішінен Налин есімді жігіт шығып, өзін таныстырып, жекпе-жекке шақырды. Айқас басталды. Джиннің семсер шеберлігінің көз алдында өсіп келе жатты. Бір сәтте ол уақыт баяулағандай сезінді. Ол қарсыласының барлық қозғалысын анық көріп, мінсіз бұрышпен шабуылдады. Налиннің семсері ұшып кетті. Жеңіс Джиннің жағында. Дәл сол сәтте Джин бір нәрсені байқады. Оның сәттілік көрсеткіші өсті. Ол маңызды заңдылықты түсінді. Оның беделі артқан сайын сәттілігі де өседі. Осыдан кейін ол тағы да бірнеше қарсыласты жеңді. Бернатро, Ирк Морт, Афред, Мони, Дани және Рема сияқты қарсыластарды жеңген болатын. Әр жеңісі сайын оның сәттілігі өсіп отырды. Бірақ бір қызығы, қаншама жекпе-жек өткізсе де, қоқыс деген атақты жою тапсырмасы өте баяу ғана алға жылжып жатты. Бұл жағдай Джинді қатты таңғалдырды. Бұл жерде бір нәрсені айта кетуді ұмытыппыз. Джинге жаңа тапсырма берілген болатын. Ол қоқыс деген атақты жою атты тапсырма. Мүмкін оны әлде қашан мойындаған адамдардан көрі әлі күнге дейін төмен көріп жүргендердің алдында өзін дәлелдеуі керек шығар. Дәл сол сәтте топтың арасынан бір адам алға шықты. Сен шаршаған сияқтысың, деді ол нық дауыспен. Джин жасырын шаршағанын білдіргісі келмей, қазір де шайқаса аламын деп жауап берді.
Сонда әлгі адам өзін таныстырды. Күміс арыстан, солтүстіктегі 4 жыртқыштың бірі Ремингтон Мария. Жұрттың бәрі таңғалды, өйткені ол солтүстіктің атақты 4 жыртқышының бірі. Аты бүкіл құрлыққа жайылған аңыз жауынгер еді. Ремингтон мен Джин алаптай күшпен соққы алмасқан сайын сахана дірілдеп, айналаға ұшқындар шашырады. Джин бар күшін салып, назарын толық шоғырландырды. Алайда соңында Ремингтонның қылышы Джиннің мойнына жетер-жетпесте тоқтады. Барлығы Джин жеңілді деп ойлаған еді, бірақ Ремингтон кенеттен "Бұл шайқаста мен жеңілдім" деп дауыстады. Ол Джиннің жағдайын бірден байқаған еді. Көптеген жекпе-жектен кейін оның әлсіреп шаршап тұрғанын ескерді, және Джиннің қылышының да сынуға аз қалғанын ол байқаған екен. Джин болса, "Нағыз шайқаста ондай сылтау жүрмейді" деді қайсарлықпен. Сонда Ремингтон жымиып қолын созды. Ақ арыстан атанған аңыз тұлға, бұрын Рагнердің қоқысы деп аталып жүрген жігітке қол созған сәтте бәрінің зәресі ұшты. Бұл болашақты өзгертетін үлкен байланыстың бастауы ғана еді. "Келесі жолы жақсырақ жағдайда шынайы жекпе-жек өткізгім келеді" деді Ремингтон. Айналадағылардың бәрі аң-таң. 4 арыстанның бірі өз қолымен Джинді мойындауы ешкім күтпеген жағдай. Сол сәтте адамдар алғаш рет шын мәнінде түсінді. Бұл жігіт ерекше. Жекпе-жектен кейін Джиннің тапсырма көрсеткіші бірден 35%-ға жетті. Бұл өте үлкен секіріс еді. Джин Ремингтонмен болған қысқа айқаста нағыз күштің не екенін сезінді. Тапсырмалар арқылы алған қабілеттері оны күшейткенімен әлі де жететін шыңдарының көп екенін ұқты. Ол өз беделін арттыру арқылы сәттілігін де өсірудің жолын тапты. Бірақ қоқыс атағынан толық құтылу үшін әлі де еңбектену керек. Көп ұзамай Ремингтон бұл жолғы келуінің шынайы мақсатын ашты. Ол тек жекпе-жек үшін келмеген екен. Ол Джинге маңызды хат тапсырды. Бұл қасиетті Айдаһар атты жоғары дәрежелі ұйымның ресми шақыруы еді. Бұл атауды естігенде айналасындағы жас қылышшылардың қаны басына шауып, қызғаныштары шегіне жетті. Өйткені бұл ең қатаң талаптары бар, ең жоғарғы деңгейдегі ұйым. Ол жерге тек элиталар ғана жиналатын еді. Оның үстіне шақыруды Ремингтонның өз қолынан алу ол өте сирек кездесетін өте зор құрмет болатын. Енді Джиннің алдында жаңа есіктер ашылды. Джин қарапайым ғана түрмен өзінің бұл шақыруға шынымен лайық па екенін сұрағанда Ремингтон еш мүдірместен оның бұл орынға толықтай лайық екенін сенімді түрде жеткізді. Ол бұл ұйымға кіру үшін ерекше сиқырлы, тепе-теңдіктің қажеті жоқ екенін, қазіргі уақытта тек жақында болатын ояту рәсімін күтіп тұрғаны өтпелі кезең екенін түсіндірді. Алайда Джиннің ішінде күмән ұялады. Олар шынымен таза ниетпен шақырып отыр ма, әлде басқа арам мақсаттары бар ма? Мұны ол әзірге нақты айта алмаса да, бұл ұйымның ықпалды адамдардың шоғырланған орталығы екенін жақсы біледі. Бұрын оны менсінбей, қоқыс деп мазақ еткендер де дәл осы жерде жүр. Бірақ бұл Джин үшін тиімді еді. Бұл оның тапсырмаларын алға жылжытатын ең қолайлы сахна. Сонымен қатар, осы мүмкіндікті байланып, Аксен мен Камелия сарайы туралы тыңшылық ақпарат жинай алатын. Сондықтан бас тартуға еш себеп жоқ деп ойлады Джин. "Қабылдаймын" деп нақты жауап берді. Осылайша ол жаудың ұясына өз аяғымен кіруге шешім қабылдады. Ремингтон риза, кейіппен оның қолын қысып, қандай да бір көмек қажет болса әрдайым дайын екенін айтты. Кездесуге дейін 2 апта уақыт қалды. Джиннің жоғарғы деңгейдегі жиынға шақырылғанын туралы хабар Ай сарайына жеткен еді. Сесилия, Джиннің анасы, бұл жаңалықты естіп, қуаныштан жүзі жайнап кетті. Джин айтып үлгермей жатып анасының сарайдың сәнгерлері мен безендірушілерін жинап қойған еді. Себебі бұл жерде Аксен, Ремингтон сияқты үздік жастар мен кеңес мүшелері жиналады. Жиынның киімінен бастап, өзін ұстау әдебіне дейін бәрі қатаң түрде сыналады. Анасы іштей қатты қысын сезінетін. Олына қоқыс деген атаудың тағылғанына өзін кінәлі санап, іштей езіліп жүрсе де сырттай күлімсіреп жүретін. "Балам, сен бәрін жасай аласың" деп оны құшағына алды. Сол жылы құшақ Джиннің жүрегіндегі мұзды еріткендей болды. Ол іштей серт берді. Енді анасын ешқашан уайымдатпайды. Ол өзгереді. 2 апта өте шықты. Күткен түнде келді. Ремингтонның өзі келіп сәнді күймемен Джинді алып кетті. Оны көргенде тіпті басқа адаммен шатастырып алатындай еді. Ол нағыз ақсүйекке айналған. Шын мәнінде бұл шақыруды ұйымдастырған Аксеннің өзі болатын. Ол жаңа жұлдызбен жеке кездескісі келген. Тіпті бұл кештің өзі Джин үшін арнайы дайындалған тұзақ немесе сахна еді. Бұл жаңалық Джиннің санасында өткен өмірдің қандай естеліктерін жаңғыртты. Өткен өмірінде дәл осы адамдар оны және анасын, бүкіл Ай сарайын еш аяусыз жойған еді. Кек алу сезімі ішінде қайта тұтанып, көзінде суық от жылт етті. Бірақ сол сәтте Ремингтонның даусы оны ойынан бөліп жіберді. "Ішке кірейік."
Аксеннің өзі есік алдында қарсы алуы керек еді. Джин жеңіл ғана жымиып, бірақ іштей қанжарын қайрап алға қадам басты. Қазіргі Джин ешқашан пайдасыз, бос нәрсеге уақыт кетірмейтін. Ол бүгінгі Аксенге оның нақты кіммен бетпе-бет келіп тұрғанын, кімді менсінбей жүргенін іспен дәлелдеуге бел буған еді. Олар сарайға жақындап келе жатқанда Джин кенет қадамын тоқтатты. Көзі жоғары көтерілді. Көкшіл сәуле жарқ ете қалды. Бұл жүйеден келген жаңа тапсырманың белгісі еді. Сол бір қысқа сәтке оның назары бөлініп кетті. Жоғарыдан аса жылдамдықпен құлап келе жатқан қауіпті байқамай да қалды. Ремингтон оны құтқармақ болғанымен кеш еді. Ақ түтін секілді жарылыс болып, айнала түгел ақ ұнтақ басып кетті. Ремингтон абдырап, асыға Джинге қарай жүгірді. Бақытына орай бұл қауіпті қару емес, жай ғана жоғарыдан лақтырылған ақ гүл ұнтағы толтырылған қап екен. Бірақ Ремингтонның ашуы бірден қайнап шықты. Мұндай ашық қорлыққа төзу мүмкін емес еді. Ал Джин болса сабыр сақтап іштей ой қорытты. Егер бұл бұрынғы өмірімде болса, мен мұнандайдан да қорғана алмас едім. Анам қаншама еңбекпен дайындалған бұл киім бір сәтте бүлінер еді. Алғашында ол Ремингтоннан күмәнданса да, оның шынайы ашуын көріп, бұған қатысы жоқ екенін түсінді. Мұндай арзан қорлау тәсілі жоғарыда тұрған ақсүйектердің гүлмен қарсы алу деп аталатын, шын мәнінде адамның намысын таптайтын ең төменгі әрекеттердің бірі еді. Сол сәтте таныс дауыс естілді. Біреу алға шығып, бұл жағдайда достар арасындағы жай ғана әзіл деп ақтағысы келді. Алайда Ремингтон алданған жоқ. Көп ұзамай Аксен Рагнер пайда болды. Ол тәкаппар, өзіне сенімді кейіппен, барлығы дәл өзі ұйымдастырғандай әсер қалдырып тұрды. Джинге қарай мысқылдай жымиып, үнімді осылай көңілді қарсы алдық деді. Оның бұл жалған сыпайылығына ешкім сенбейтін. Қазір ол үшін Джин жай ғана ойыншық сияқты еді. Бірақ Джиннің жауабы бәрін таңғалдырды. Ол саспастан рахмет деді. Аксеннің өзі де мұндайды күтпеген еді. Джин сөзін жалғастырып, мені осылай жылы қарсы алғандарыңызға ризамын. Бүгінгі кеште шынымен асыға күтіп тұрмын деді. Аксеннің таңданысы бірте-бірте қызығушылыққа айнала бастады. Бұл жігіт шынымен де қызық болып бара жатыр деп ойлады ол. Соңғы кездескеннен бері Джин мүлде басқа адамға ұқсап кеткен еді. Көп ұзамай Ремингтон мен Джин қабылдау залына кірді. Ішінде осы дәуірдің ең дарынды, ең ықпалды ақсүйектері жиналған. Бұл тек таңдаулы адамдар ғана қатыса алатын өте құпия, жабық іс-шара еді. Қонақтар ішіп жеп, өзара әңгімелесіп отырса да, әрқайсысының көзінде бақталастық пен бағалау тұрды. Олар жаңа ғана келген ақымақ атанған Джиннің қалай өзгеретінін бақылап отырды. Бірақ олар әлі білмейді. Джин бұл жерге қонақ болып емес, аңшы болып келген еді. Бүгінгі кештің назарында тек бір адам болды. Ол Джин. Неге Аксен мұндай біреуді шақырды деген сыбыр бүкіл залға желдей тарады. Джин текті әулеттен шыққанымен әлі күнге дейін оны қоқыс деген аттан арыла алмаған күйде еді. Мұндай адамның жоғары дәрежелі қоғамға келуі көпшілікке жиіркенішті көрінді. Дегенмен оның үстіндегі киімін көргендер іштей мойындамай тұра алмады. Анасының еңбегі еш кетпеген, стилі өте жақсы еді. Көпшілік Аксен жай ғана жаңа ойыншығымен көңіл көтеріп жүр деп ойлады. Тіпті кейбірі сыбырлауды қойып, Джиннің бетіне қарамай-ақ ашық түрде мазақтап қорлай бастады. Ремингтон болса қатты ұялып Джиннен кешірім сұрады. Мұндай жиындар әдетте бұлай болмайды деп түсіндірді ол қысылып. Бірақ Джин оған мән бермеді. Ол іштей қаншалықты көп қорласа, кейін олардың беті қайтқан сәт соғұрлым тәтті болады деп ойлады. Сол кезде Джин көк жарықпен белгіленген тапсырманың жақын жерде екенін сезді. Бұл өте маңызды нәрсе екені анық, бірақ әзірге оған жетудің табиғи жолы табылмады. Дәл сол сәтте кеш иесі Аксен баспалдақпен түсіп күлімсірей отырып Джинге жақындады. Кеш ұнап жатыр ма деп сұрады ол мысқылмен. Джин өзін іштей сабырға шақырып күлімсіреп, тағы да шақырғаныңызға рахмет деді. Аксен аз ғана уақыт бұрын болған гүл оқиғасы үшін жалған кешірім сұраған болып, сәл асырып жіберген шығармын деп әзілдеді. Бірақ келесі сәтте ол кенет жақындап, Джинді қатты ұстап, жұрттың алдында кешірдім деп қабылдауға мәжбүрлемек болды. Ремингтон араласқысы келді, бірақ Джин оны тоқтатты. Кешірімнің қажеті жоқ, бұл жай ғана әзіл ғой деді ол сабырлы үнімен. Бұл сөз Аксенді бір сәтке үнсіз қалдырды. Джин тым сабырлы, тым салмақты еді. Оны бірден бір қимылмен қозғай алмады. Аксен күліп жіберіп, Джиннің иығынан қағып, жақсы өсіп қалыпсың, бауырым, деді. Дәл бір мақтанған ағадай кейіп танытып. Ақсүйектер мұны көріп тағы да мысқылдай бастады. Олар Джинді Аксеннің ойыншығы деп атап, оның әрбір әрекетін төмендетіп сөйледі. Нағыз ақсүйектермен салыстырғанда ол ешкім емес деп ашық айтты біреуі. Олар тек Джинді емес, оның анасын да қарапайым адам ретінде мазақ етті. Бұл ашық қорлаулардың бәрі Джиннің құлағына анық жетіп тұрды. Ол ештеңе айтпады, барлығын ішіне жинап,
сол сөздерді кекке айналдырып жатты. Бірақ жағдай одан сайын ушықты. Бір ақсүйек: неге бұл қоқыспен сонша әуле болып жүрсіңдер, деді де мазақтарын Ремингтонға бағыттады. Тіпті оның әулетін, Насси руын заңсыз деп қорлай бастады. Бұл шектен шыққан сөз еді. Ремингтон бастапқыда сабыр сақтауға тырысқанымен, өз әулетіне тіл тигеннен кейін ашуы шегіне жетіп, жарылар сәтке жақындап қалды. Джин бәрін аңғарып ішінен, енді ғана ол жарылмақ болып тұр деп түйді. Дегенмен ол Ремингтонның араласуын күтпей, жағдайды өз қолына алуды ұйғарды. Себебі Ремингтон араласса, барлық назар Ремингтонға бөлінетінін ол ашық сезген еді. Ол жаңа достарының алдына өзін дәлелдеп, жауларына нағыз сабақ беруі тиіс еді. Джин үстел үстінен шарап бөтелкесін үнсіз алып, Ремингтонның әулетін менсінбей тіл тигізген ақсүйекке қарай баяу адымдады. Сары шашты ақсүйек жігіт мақсаттана күліп: мен қателесіп бірдеңе айттым ба, деп сұрады. Джин жауап берген жоқ, жай ғана бөтелкені үнсіз ұсынды. Ал сары шашты жігіт маған шарап құйып бергей жатыр екен деп ойлап, өзінің стаканын ұсынған сәтте, ол бөтелкені айналдырып, ешқандай ескертусіз ақсүйектің басынан періп қалды. Бөтелке быт-шыт болып, сары шашты жігіттің басынан қан мен шарап араласып тамып кетті. Зал ішіндегі 20-дан астам адам бұл кенет әрекеттен сескеніп, үнсіз қалды. Бірақ Джин мұнымен тоқтамады. Ол жойқын соққымен жігіттің жақ сүйегінен ұрып, оны жерге құлатты. мен жай ғана сәлемдестім, деді ол суық үнімен. Ал сенің жауабың маған ұнамады. Осы әрекет арқылы Джиннің тапсырмасының орындалу барысы 43%-ға да жеткен еді. Сары шашты жігіттің қаны төгіліп жатса да, Джин мұның жай ғана қошемет сәлемдесу екенін мәлімдеді. Ол жерде жатқан жігіттің үстіне тізесімен басып, сүйектерін біртіндеп қысым көрсете бастады. Сәлемдестік өтті, енді риза болудың уақыты келді, деді ол. Қарсылық көрсетуге тырысқан жігіттің әрекетінен еш пайда болмады. Джин оның қолын басып, сүйегін түгелдей сындырып жіберді. Залға сүйектің сықырлаған қорқынышты даусы таралды. Ақ сүйектердің зәресі ұшып, үнсіз қалды. Бұл әрекет тапсырманы 58%-ға дейін көтерді. Сары шашты жігіт ауырсынудан есінен танып, кілемге құлады. Джин ес-түссіз жатқан ноянды қоқыс секілді шетке лақтырып тастады да суық жанарымен залды шолып шықты. Басқа кім амандасқысы келеді, деп айқайлады ол, нық дауыспен. Бұл сөзден кейін залдағы үрей деңгейі, Джиннің тапсырма орындалу деңгейі 66%-ға дейін бірақ көтерілді. Сол сәтте көлеңкеде жасырынып тұрған таңдаулы күзетшілер атып шығып, Джинді шеңберге алды. Олардың қылыштарын кезеніп, шабуылға дайын тұрды. Олар үшін қожайынның ұлынан қол салған адамның жазасы тек өлім еді. Бірақ Джин сескенген де жоқ. Керісінше өзінің мінсіз құрылған жоспарының қалай іске асып жатқанына күлімсірей қарап тұрды. Мен нақты кімді ұрдым екен, деп сұрады ол мысқылмен. Күзетшілер ашумен жауап берді. Бұл анаған әулетінің 3-ші ұлы Ноян. Джин мұны естігенде іштей қуанып қалды. Бұл оның жоспарына дәл келген олжа еді. Ханаб әулеті билеушілер қолдайтын 6 мықты әулеттің бірі, нағыз мұздай суық күштің өкілдері. Олардың қорғаушысы Рерард жайбарақат отырған еді. Өйткені ол үшін Рагнердің бұл ұлы мазаққа айналған қоқыс қана болатын. Бірақ Джин олардың бәріне Рагнердің текті намысымен қарап, залды қатты ойландыратын, бәрін таңғалдырған сөздерді айтты. Сендер Кайл Рагнердің қанына қауіп төндірудің жауапкершілігін көтере аласыңдар ма, деді ол. Бұл сөзді естігенде күзетшілердің қолынан күш кетіп, қылыштары дірілдеп қалды. Олардың жаңа ғана лапылдаған ашуы бір сәтте мұздай үрейге айналды. Себебі олардың алдында тұрған адам бұрынғы мазақ көрген қоқыс емес еді. Джин Рагнер әулетінің тікелей мұрагері, хандық таққа заңды құқығы бар тұлға. Ол Рагнер әулеті, ал Рагнер әулеті болса бүкіл солтүстік аймақтың жүрегі. Оның жалғыз билеушісі Кайл Рагнер, Джиннің туған әкесі еді. Тіпті ең жоғарғы лордтардың өзі үшін бұл әулеттің қанымен ойнау, өз өлімін өз қолымен қойғанмен тең. Күзетшілер енді ғана түсінді. Олар Ноянды қорғаймыз деп жүріп, бүкіл солтүстіктің қаһарына ұшырап, ажалмен бетпе-бет келіп тұр. Джиннің бір ғана сөзі бүкіл залдың тағдырын өзгертіп жіберді. Енді ешкім оған қоқыс деп қарауға батылы бармай қалды. Мұндай ауыр күнә үшін бүкіл әулетті жер бетінен жойып жіберсе де, бұл тым жеңіл жаза болар еді. Бұрын Джин бұл текті атақ үшін күресіп, өзінің қажетсіз ұрпақ емес екенін дәлелдеуге тырысатын. Бірақ қазір бәрі өзгерді. Ремингтон бұған қатты таңғалды. Ал күзетшілер болса, қорқынышты қателік жасағандарын түсініп, кешірім сұрағысы келді. Бірақ тым кеш еді. Оларға бұрын-ақ ескерту жасалған болатын. Ендігі кезек үкімнің орындалуы. Қандай үкім дейсіздер ме? Джин осы сәтте қолы арқылы ишарамен үкім берген болатын. Джиннің жанарынан суық от жарқ ете қалды. Келесі сәтте сұмдық жағдай орын алды. Қапелдемеде 4 бас ауаға көтеріліп,
зал іші қанға бөгіп айнала алайдылай болды. Джин бұл жойқын дауылдың ортасында кірпік қақпастан өте сабырлы қалпында тұрды. Оның бұйрығымен көлеңкеден әрекет еткен жұмбақ тұлға үнсіз жерге қонды. Ол Джиннің ұстазы, аты аңызға айналған Эвелин еді. Ақсүйектердің зәресі ұшып, бұл жағдайдан жай ғана ойын емес, шынайы ажал екенін сезінді. Қан төгілген сайын залды өлі тыныштық басты. Осы сәтте жүйедегі ең басты тапсырма аяқталды. Джин Рагнердің қоқыс жарысы деген лақап атынан мәңгілікке құтылды. Тіпті оның тәкаппар ағасы да ештеңе істей алмады. Оның орнына Джиннің абсолютті күшімен оның үстемдігі салтанат құрды. Сарай ішіндегілер енді оның алдында тізе бүгуден басқа амалы қалмағанын түсінді. Эвелин болса жерге түскен сәтте Джинге қарап, менің өзіңді бақылап жүргенімді қашан білдің деп сұрады. Ал Джин болса, мұны білуім заңды нәрсе ғой. Сіздің бұл сұрапыл аураңызды сезбей қалу мүмкін емес деп қысқа қайырды.